Фонетика. Фонетика түрік тіліндегі ең маңызды және ең қызықты тақырыптардың бірі. Ең негізгі ережелердің бірі түрік тілі қалай естіледі және солай жазылады. Қалай көрінеді және солай оқылады. Диалогтарды оқып, сіз мұны өзіңіз түсінген боларсыз. Мен сіздерге түрік алфавитімен танысуды ұсынамын. Қазір біз бірге қосылып айтамыз, оқимыз. Кеттік. Алфавит. Түрік тілінде 29 әріп, ал қазақ тілінде 42 әріп. Байқап тұрсыздар, қазірдің өзінде әріптерді жаттау оңайыраққа түседі. 8 дауысты, сеслі, және 21 дауыссыз, сессіз. Дауысты әріптер қызылмен берілген, көріп тұрғаныңызда 8 дауысты әріп. Және де осы қызылмен белгіленгендер бар, қарамен белгіленгендер бар, олардың астары сызылған. Бұл түрік тіліндегі ерекше әріптер. Қазақ тілінде кездесуі мүмкін, кездеспеуі мүмкін, яғни түрік тіліне тиесілі әріптер, оларды мен астарын сызып қойдым. Оны қазір талқылаймыз. Қарамен қалған белгіленген қара түсті әріптер, олар дауыссыздар. Қазір сіздермен оқып шығайық. А біздегі А әріпі. Б, Ж, Ч, Д, Э, Ф, Г, мынау жұмшақ Г. Бұл әріп жайлы әрі қарай біз айта жатармыз. Келесі Х. Мынау нүктесіз әріп, бұл әріпі, біздің әріпіміз. Келесі нүктесі бар, бұл И, бұл Ж әріпі. Мына үшінші әріппен екеуінің айырмашылығы, бұл жерде Д қосылады. Мына жерде жай ғана Ж. Келесі К, Л, М, Н, О, Ү, біздің Ү әріпіне ұқсайды. П, Р, С, Ш, Т, У, Ү, В, Е, З. Менімен қайталаған болсаңыздар, керемет. Егер қайталамаған болсаңыздар, видеоны паузаға қойып, өздеріңіз оқып шықсаңыздар да болады. Естеріңізде қалауларыңызға бұл өте көмегін тигізеді. Ал енді талқылайық. Дауысты дыбыстар жаңа айтып кеттік. А, Э, И, О, У, Ү, Ү. Мынау әріп үстінде нүктесі жоқ. Бұл қазақ тіліндегі сияқты оқылады. Яғни, мына жерде оқылуы жазылған үшік, алты, алтын. Бұл алты, алтын сөздері біздің қазақ тілінде кездеседі. Келесі. И. Қазақ тіліндегі И әріпі. Ичмек, селги. Ичмек, яғни ішу, селги орамал сүртетін. Бұл біздегі алфавиттегі Е әріпімен шатастырмаңыздар. Оқылған кезде бұл әркек, біраз жуандау, яғни еркек емес, біздегі қазақ тіліндегідей. Бұл әркек. Назар аударыңыздар, жазу және оқу кезінде оларды шатастырмаңыздар. Пернетақтада олар әртүрлі жерлерде орналасқан. Мына Ы мен И әріпі. Сіздер егер пернетақталарыңыз компьютерден көріп отырған болсаңыздар, түрік тілі пернетақтасын орнатып алыңыздар. Ö бұл керемет әріп, біздің Ö болып оқылады. Өдев, өпмек, өретмек. Қазір енді осы сөздердің қалай оқылатынын, түрік тілінде қалай оқылатынын тыңдаңыздар. Ödev, öpmek, öğretmen. Келесі Ö әріпі.
Бұл у және ю арасындағы, яғни біздің өміз бар. Қазір түрік тілінде мына сөздердің қалай оқылатынын тыңдаңыздар, өздеріңіз байқайсыздар. Üç ünlü üzüm. Үч үнлі үзім. Келесі, назар аударыңыз, немесе әріпін о, ё, у немесе ю сияқты оқымаңыз. Себебі олай оқысаңыз, кейбір сөздердің мағынасы өзгереді. Мысалы, мына үстінде 2 нүктесі бар, бұл әріпі өл. Егер оны мен шатастыратын болсаңыздар, ол, ол дегеніміз ол қазақ тіліндегі ол сияқты. Сосын йол бар. Мысалы, өні йол деп оқитын болсаңыздар, бұл жол деген сөз. Біздің жолымыз, код тірістері бір әріп қана өзгерген. Өде де солай. Үн бұл даңқ деген сөз. Егер ұн деп оқитын болсаңыз, біздің ұн, ұн мағынасын білдіреді. Уюн деп оқитын болсаңыздар, жуын деген мағына. Сол себепті әр әріпті өзінің қалай оқылады, солай оқылсаңыздар, сіздерге де жақсы ертеңгі күні. Енді дауыстар жайында айта кетейік. Жаңағы алфавитте 3-ші тұрған әріп, с әріпі, біздің. Ол түрік тілінде дж, яғни жұмсақ түрде сөйлейсіздер. Мысалы, джан, джам, жұма. Келесі ч, с әріпінің құйрықшасы бар. Бұл қазақша ч. Мысалы, чорба, чичек. Мына жерде оқылуы жазылған кирилл әріпімен. Чорба бұл сорпа. Чичек бұл гүл. Мына г әріпі, латын г әріпі үстінде сызықшасы бар, көлденіп жатқан. Бұл юмшақ г, жұмсақ г. Бірақ юмшақ деген өзі жұмсақ деген мағынаны білдіреді қазақ тіліне отырғанда, бірақ бөлек дыбыс білдірмейді. Жай ғана алдыңғы дауысында созады. Бірде-бір сөз бұл әріптен басталмайды. Мысалы, бұл әріп сөздерде қалай оқылады? Бірінші, да, doğru, değil. Мына жерде қарасаңыздар болады. Да, doğru, değil. Келесі, х әріпі, біздің қазақша хат, х әріпі. Бірақ біздің қазақша х-дан қарағанда біраз жұмсақтау естіледі. Мысалы, хастане, хава, хаят. Хастане бұл аурухана, хава бұл ауа, хаят бұл өмір. Келесі, мынау латын әріпі ж, қазақша ж. Көбінде сырттан келген сөздерде қолданады. Яғни кірме сөздерден қолданады. Бұл бөж, жакузи, жудо. Көріп тұрсыздар, бұл сөздердің бәрі кірме сөздер. Келесі мынау с, латын әріпінің артындағы несі бар, сызығы бар. Бұл қазақша ш. Мысалы, келесі сөздер шарап, шака, шише. Шарап бұл білесіздер, қазақ тілінде шарап деген сөз бар. Аударғанда да сол мағынаны білдіреді. Шака. Шака бұл әзіл, шутка деген мағынаны білдіреді. Шише бұл шыны. Келесі е. Бұл қазақша икратке әріпі, мынандай үстінде сызығы бар. Көп жағдайда екі дауысты байланыстыру ретінде қолданылады. Яғни мысалы сайфа, йылдыз, еді. Көріп тұрсыздар. Келесі з. Бұл қазақша з әріпі. Мысалы бейаз, зафер, заман. Мына жерде кириллмен белгіленген қалай оқылатын өздеріңіз қайталап көрсеңіздер болады.